Сәлем достар. Қалдарыңыз қалай? Біздің YouTube каналға қош келдіңіздер. Біз қазір қызықты ойын ойнайын деп жатырмыз. Қыздар білмейді қандай ойын екенін. Мынандай ақпарақ алдық. Қазір өзіміздің осылай қолымызды қойып, сыртын кәдімгідей сызып аламыз. Давайте, қолдарыңды қойыңдар. Мам, мен де ма? Сен де сызғың келіп тұр ма? Давай, сен қой. Сен қой, мен сен қолын сызам. Қолымды қой, мен сен сызам. Осылай сызыңдар. Күшті. Фук-фук-фук-фук ет. Күшті. Осылай. Ал. Кәне Айнара. О, күшті болды. Ой, мына жақ сылмай қапты. Ештеңе етпейді. Бүйтеміз да. Бүйтіп жоқ қосыламыз. Осылай. Раяна әлі сызып отыр. Қалазда Раяна сызып отыр әлі. Мына. Күшті болды. Айнараның қолы. Сәпиканың қолы. Енді ойынның шарты мынандай, қыздар. Сол қолдың ішіне, енді бізде Раяна әлі мектепке бармайды, бірақ сонда да сандар білет. София садикте, сондықтан Софияның орнына екеуміз ойнай береміз. Ал Раяна негізі 50-ге дейін жазамыз деген, оған шатас қалмас үшін давайте 20-ға дейінгі сандарды жазып шығамыз. Жарай ма? 1-ден 20-ға дейін сандарды әр жеріне жазып шығамыз. Жақсы ма? Кеттік. Мысалға мына 1 деймін, ішіне жазасыздар тек қана. 2 деймін әр жеріне. Мына жерге 3 жазам, мына жерге 4 жазам, мына жерге 5 жазам. Сөйтіп 20-ға дейін жазып шығамыз. 6, 7, 8, 9, 10. 11 оңай болсын деп отым да. 12, 13. 16. Қазір 20-ға жазамыз. 13-ге дейін келдік, ә? 14. Әр жеріне жазыңдар. 15, 16, 17, 18, 19, 20 болды. 5, 6 деп тұрыз. Қандай жақсы жазадыр, Айнара. 20-ға дейін ғана жазып шығасыздар. Жарай ма, қыздар? Мақұл? Айнаранікі. 8. Біржан, мынау менікі. 20-ға дейін ғана Жаз не қой? Екеуміздікі. Ал, жазып болдық. Мынау деген Раянанікі. Қараңыздар, 20-ға дейін жазып шықты. Мынау менің Софияның қолы 20-ға дейін сандар жазып шықтық. Мына жерде Айнара. Әлі қандай ойын екен білмейді. Енді мынандай ойынның шарты бойынша. Дайынсыңдар ма? Шартын айтам. Қараңдар. Кезекпен-кезек айтамыз. Мысалға мен бірінші айтатын болсам, любой санды айтам. Өзім белгілеп алам бірінші. 9-ды белгілеймін да. 9 деймін. Сендер өздерінің әжерінен 9-ды тапқанша, мен тігідік деп, мынандай 0 көрсетейін біре, мынандай 0 жаза берем бүйтіп. Көп, мына парақты толтыруымыз керек. Мына тек қолдың ішіне емес, қолдың сыртындағы жерлердің бәрін қой емес енді. Домалақ. Я, домалақтайсыңдар. Мен бірінші сан айтасың. Я, сен бірінші сан айтасың. Бірінші өзіңнен тауып белгілеп ал. Сосын айт бізге. Сосын біз өзімізден яқтан таптық. Домалаққа бой ба? Я, бүйтіп 9 десең 9-ды белгілейсің. Мысалға да, любой санды айтасың ғой сен енді. Біз сол санды өзімізден табуымыз керек та. Түсіндің ба? 3, кеттік ал. Сен домалақтай бер. 3-ті тауып алайық. Мен таптым. Домалақтай бер, Айнара тапқанша. Таптың ба? Стоп де, тоқта енді. Стоп десей? Стоп. Ана, қанша домалақ салып үлгерді. Енді мен айтам. Мен жазуымда жоқ. Дұрыс қой, енді келесте жазасың ғой. Кеттік. 1 табыңдар. Жазбайсың, болсаңдар, болдық деп айттар, мен тоқтату керексіңдер ғой сендер. Болдық. Енді сен сан айт. Өзіңде бар санды белгілеп қой да. 20. 20 табайық. 20. Сен неғып белгілеп атсың? 20 таптың ба? 20 таптың ба? Молодец. 12. 12 деген сан табамыз. 12. Таптым. Болды. Короче, мынандай ғой, ең соңғы адам болғанша, бірінші адам болса да, мен болды дедім ғой. Енді Айнара айтады. Сан айт. Іздеп табу керек біз. 4. Болды. Болды емес, мына қыз болды деген ғой. Сен таптым деп керексің ғой.
табу керекпіз. Біреу айтқан кезде жарамайды Раяна. 4 па? Иә. 4 тауып қойған. Тапты да домалақтап жатыр да. Ол домалақтамайсың, таптым дейсің болды. Мақма. Өзің айтқан кезде домалақтайсың. Кеттік, мен айтам енді. Дайындалыңдар, сандарыңа қараңдар. 13. Болды. Болды. Енді Раяна айт. Сен 13-ті дөңгелектеп қойсай бит. Аха, сен айтасың енді маған. Сен айт. 6. Тоқта, айттым. Жоқ, домалақ сен Айнара таппапты ғой. Айнара тапқанша домалақтай бер. Өзі табу керек. Ой, көмектесу жоқ айт. Тапты. Енді сен айтасың. 8. Стоп десей тапсаң. Сен болды демейсің, сен домалақтай бер керексің ғой. Стоп. Екі адам ойсақ күшті негізі. Болды, стоп, сен 8 таптың. Вообще қызық болып жатыр достар. Осындай ой. Сіздер білесіздер ма? Мен айтамын ғой Айнарадан кейін. 2. Болды. Болды езнау тапты ма? Тапсаң айтсай. Болды. Болды. Енді сен айтсаң да. 18. Айнара тапқанша мен. Тапсаң Айнара стоп деп айтсай. Болды. Енді сен айт. 9. Раяна стоп деп айтсай. Стоп. Енді мен айтам. 15. Стоп. Аха. Таптың ба 15-та? Сен айт енді саң. 7. Стоп. Так, енді сен айт санды. Мен ба? 17. Таптың ба, София? Болды. Аха, болды. Енді мен айтам. 14. Болды. Енді сен айтсаң. Болды. Болды. Так, енді Айнар айтады. Қазір сен айтасың, мен айтасың, сен айтасың. 19. Раяна, стоп десей. Стоп. Біз айтамыз енді. 10. Стоп. Аха, стоп. Өтіріксіз болмайды, домалақ болу керек. Сосын, тоқта. Жазайсың. Так, енді сен айт. Айтылмаған, қарайсаң ба? 16. Аха. 16 тап ем, сен немене домалақсыз? Хитрый вообще. Домалақсыз ба, сен 16 тап? Стоп, онда, стоп. Енді қалған цифраны айт. Мен ба? Бірақ цифраны айт. 5. 5. Стоп. Ал, достар, бітті. Көрсетеміз камераға бәріміз. Қараңыздар, достар, менің дөңгелектерім. Раянанікі. Және Айнаранікі. Кім ұтты сонымен? Не ұтты? Біз ұтты. София ұтты. Әлде кім ұтты деп ойлайсыздар? Бірақ честно ойнадық, иә? Бәріміз күшті ойнадық, иә? Жылдамдықта ойнадық. Мен ұтқан шығармын. Бәріміз тең болды ба? Сіздің дөңгелегі көп сол ұтты ғой негізі. Иә, достар? Қызық болды ма сендерге, иә? Ойын? Қызық болды ма, Айнара? Қызық болмады ма, не? Не үшін қызық болмады? Доңғалақтарын қарсаңыздаршы. Сыз кете берген ғой, неқта қолды. Мақұл. Достар, біздің YouTube каналға тіркеліп, лайк Басыңыздар. комментарий Жазыңыздар. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Всем